Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін қазағымның ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз. Бұл тағамды барлығы білгенімен, әр ас үй ханшайымның өзіне сай жасалу тәсілдері болады. Ендеше менің жасалу тәсілімен, яғни өз әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Еттің кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Мендегі ет жылқының еті, жақсылап жуып тазалап аламыз және де қазымызды саламыз. Қазы салғандарыңыз дұрыс, яғни бешбармағымыз өте дәмді болып шығады. Және де қазым жарты болғандықтан мен шетін тігіп қойдым. Үстіне суымызды, мұздай салқын суымызды құйып шығатын боламыз. Суымызды құйып болдық. Енді газымызды жағып, бетін жауып, қайнатуға қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында керекті заттарымызды сыртын ашып, яғни көкөністеріміздің сыртын ашып дайындап аламыз. Картоп, сәбіз, пияз және де помидор қажет болады. Қайнап жатқан осылай бетін ашып көрсеңіздер болады арасында. Көріп тұрғандарыңыздай етіміз қайнап, осылай беті көпіру керек. Көпірген соң міндетті түрде осыны алып тастауларыңыз қажет. Ал менде бұл жері видеоға түспей қалыпты. Яғни өзімде алып, тазалап алдым. Тазалап алған соң жаңағы дайындап алған көкөністеріміздің барлығын бірден салып шығатын боламыз. Пияз, сәбіз, картоп және де помидорымызды. Егер де бетіндегі көбігін алмайтын болсаңыздар, онда сорпаларыңыз дәмсіз болып, яғни бешбармағымыз дәмсізденіп қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде көбігін тазалап алғандарыңыз дұрыс. Содан соң, яғни дәміне қарай тұзымызды салып алатын боламыз. Газымызды баяу отқа қойып, бетін жауып қалдыратын боламыз. Енді осы уақыт аралығында бешбармақтың қамырын дайындайтын боламыз. Мен 2 зуала қамыр дайындаймын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Және де 1,5 пиала су құйдым. Дәміне қарай тұзын саламыз. Тұз кішкене ащылау болған, яғни тұздылау болғаны дұрыс. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып алатын боламыз. Енді қаттылау қылып қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Бешбармақтың қамыры қатты болғаны дұрыс, себебі піскен кезде езілмей, яғни қамыры дәмдірек болып шығады. Сол үшін міндетті түрде қатты қамыр илегендеріңіз дұрыс. Егер де жұмсақ қамыр илейтін болсаңыздар, онда қамырымыз, яғни піскен кезде езіліп пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін барынша қаттырақ қамыр илеп алғандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни дәл видеодағыдай осылай илеп, июі қанғанша осылай қатты қамыр илеп алатын боласыздар. Мінекей біздің қамырымызда, яғни дайын болып қалды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа қалдырамыз. Және де жарты сағат уақыт өткеннен кейін тағы да бір илеп алатын болсаңыздар, қамырымыз одан да июі қанып жақсы болып шығады. Яғни жайылуы да өте әдемі, керемет болып жайылатын болады. Піскенде де өте дәмді, яғни езілмей әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Міндетті түрде осы лайфхакты пайдалансаңыздар болады. Енді қазымызды тесіп, яғни ауасын шығаруымыз керек. Міндетті түрде қазыны тесуді ұмытпаңыздар. Өйткені, яғни менде жылқының етінен қазы болғандықтан, бұл 3-4 сағат қайнайтын болса, яғни дұрыс піспей қалуы мүмкін. Егер ауа алмасатын болса, яғни ауасын шығарып алсаңыздар, онда қазымыз таза, жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Бетін жауып, тағы да қалдырамыз, яғни баяу отта қайнай бергендері дұрыс. Және де біздің картошкамыз осы аралықта пісіп дайын болып тұр. 15 минутта пісіп, тез пісетіндіктен картошкамызды алып алатын боламыз.
Ең бастысы пияз салуды ұмытпаңыздар дегім келеді. Бүтін күйінде салсаңыздар да немесе турап салсаңыздар да пияз салуды ұмытпаңыздар. Сорпаңыз, яғни дәмдірек болып шығады. Жаңағы дайындап алған қамырымызды екі зуалаға теңдей етіп, яғни екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Қамырымыздың кішкене көтерілген күтеміз, және де осы уақыт аралығында тұздығын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Пиязымызды жіңішке етіп турап аламыз. Содан соң қалауларыңыз бойынша помидор қоссаңыздар да болады. Және де, яғни қайнап тұрған сорпамыздың бетіндегі майын осылай алып тұздығымызға құйып алатын боламыз. 10 минут қайнаса жеткілікті. Осымен тұздығымыз дайын. Ал ендеше бисмиллах деп қамырымызды жаюды бастайтын боламыз. Яғни алғашқыда осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Ұн себе отыра. Осы уақыт аралығында, яғни осы кезде ұнды барынша көбірек сепкендеріңіз дұрыс. Сонда қамырымыз, яғни өте жақсы жайылатын болады. Құрметті көрермен, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, маған лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Яғни комментарий бөліміне өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мен сіздердің әрбір пікірлеріңізді оқитын боламын, және де барынша жауап қайтаруға тырысамын. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сол үшін қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар дегім келеді. Мінекей, бізде осындай үлкен қамыр, яғни осындай жұқалықта жайып дайындап алдым. Енді үстіне ұнымызды сеуіп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай сеуіп дайындап аласыздар. Және де оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жинап 5-6 бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай, яғни кесіп шығасыздар. Қамырымызды жинап болған соң, дәл ортасынан пышақтың көмегімен осылай кесіп аласыздар. Және де менде, яғни 5 бөлікке осылай кесіп шықтым. Мінекей, біздің етіміз де пісіп дайын болды. 3 сағатта қайнап, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Ішіндегі, яғни көкөністерді осылай аламыз, сәбізімізді және де қазымызды, етіміздің барлығын осы ыдысымызға салып алатын боламыз. Егер де арнайы қонақ күтетін болсаңыздар, онда жылқының жаялары, жілік еттерін, қазыны молдау саласыздар. Бұл әрине біздің отбасымызға арналған бешбармақ тағамы десем де болады. Етімізді алып, бөлек ыдысқа салып алдық. Енді қатты қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып, қамырымыз піскенше қайнатып алатын боламыз. Қамырымызды дәл видеодағыдай салып шығасыздар. Егер де барлығын бірден салып жіберсеңіздер, онда қамырларыңыз жабысып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай бір-бірден, яғни қамырымызды салып пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, бұрқылдап қайнағанын күтетін боламыз. Және де осы уақыт аралығында етімізді де турап дайындап қойсақ болады. Дәл видеодағыдай, яғни осылай турап дайындай берсеңіздер, ұсына берсеңіздер болады. Ендігі кезекте қазымызды да турап алатын боламыз. Қазымыз менде тым қатты ыстық болғандықтан турауға кішкене ыңғайсыздық тудырып тұр. Негізінде қазыны суытып барып турайтын болсаңыздар, өте әдемі, жақсы кесілетін болады. Сәбіздерімізді де осылай турап аласыздар. Және де картошкамызды де осылай ұсақтап турасаңыздар да болады, немесе бүтіндей салып ұсына берсеңіздер де болады. Енді қамырымыздың піскенін көретін боламыз. Піскенін бір бөлігін алып, кішкене бөлігін алып, қолыңыздың көмегімен үзіп жеп көрсеңіздер болады. Негізі бұрқылдап бір қайнағаннан, яғни қамырымыз пісіп
пісуі керек. Піскен қамырымызды осылай илегенімізге үлкен ыдысымызға осылай сүзіп салып аламыз да тұздығымызды қамырдың бетіне салып шығатын боламыз. Біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай езілмей, яғни әп-әдемі болып пісіп шықты. Бұның себебі қамырыңызды қаттырақ илесеңіз, қамырыңыз осылай езілмей, әдемі болып пісіп шығатын болады. Егер де жұмсақ қылып илесеңіздер, езіліп кетуі де мүмкін еді. Бірақ бізде қамырымыз қатты болғандықтан, қамырымыз әдемі болып пісіп шықты, езілмей. Содан соң етімізді, жаңағы картошка, сәбізіміздің барлығын салып, осылай дастарханымызға, яғни отбасымызға ұсына берсек болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.